Ормандағы достық сабағы. Ертеде, жасыл да әсем бір орман болыпты. Ол орманда түрлі аңдар тату тәтті өмір сүріпті. Әр қайсысының өз мінезі, өз өнері бар екен. Орманда түлкі өмір сүріпті. Ол өте ақылды, бірақ кейде өз ақылын өзгелерді алдау үшін қолданатын көрінеді. Ал аю болса, күшті, жүрегі жұмсақ, достарына әрдайым көмектесуге дайын екен. Қоян өте қорқақ, бірақ адал. Ал кірпі сабырлы әрі әділ болыпты. Бір күні орманға қатты жаңбыр жауып, аңдардың азық жинайтын қоймасы суға кетеді. Барлығы абыржып қалады. «Енді не істейміз?» деп қоян дірілдеп сұрайды. «Қорықпаңдар, бірге шешім табамыз», дейді аю. Сол сәтте түлкі: «Мен бәрін білемін, бірақ мені тыңдау үшін алдымен бәрің маған бағынуларың керек», дейді. Кірпі оған қарап: «Ақыл күшпен емес, ниетпен өлшенеді», дейді сабырмен. Сонда түлкі ойланып қалады. Ол алғаш рет өзгелерді алдамай, шын көмектескісі келеді. «Жарайды, бәріміз бірігіп, жаңа қойма салайық», дейді ол. Аю ағаш тасиды, қоян шөп жинайды, кірпі орнын белгілейді, ал түлкі бәрін ұйымдастырады. Көп ұзамай жаңа қойма дайын болады. Аңдар қатты қуанады. Сол күннен бастап түлкі алдауды қойып, ақылын жақсылыққа жұмсайтын болыпты. Содан бері орманда достық пен бірлік орнапты. Ертегінің түйіні: бірлік бар жерде береке бар. Ақыл да, күш те жақсылыққа жұмсалса ғана қадірлі. Ертегіміз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.